Халайық, бұл эпизодтан бұрын мен айтқым келгені, мен ағылшын мұғаліммін, және сіздерде маған жәрдем беретін жолыңыз бар, әдісіңіз бар. Біріншіден, әлбетте Каспиге қанша аямайсыз, соншама уақытта жібере аласыз. Және екіншіден, кім шынымен де көмектескісі келеді, маған тіркелсеңіз болады. Менде қазір шәкірттердің жинақталуы, набор дейді ғой, сол ашық. Қаласаңыз, ағылшын үйретіп, менен ағылшын үйреніп, менің контентімді осылай демеулесеңіз болады. Рахмет. Ал біз тұрдық. Бізде таңғы ас, осындай жұмыртқа мен картоп, және бұл менің бауырым ағам Жангерей деген. Так, мен шығайын деп жатырмын. Мен тек осы палатканы жинап тастау қалды. Атамның үйінде болғам ғой. Ата, сәлем айтып жүр влогқа. Ассалаумағалейкум, ал немерем Райымбек, иншалла жолың болсын. Рахмет. Пірімізге аман есен қауыс, менің піріме, бәріміздің пірімізге сәлем айт. Аллам жар пірімізге. Ассалаумағалейкум, көбелек. Сиыр, мамасы, баласы бұзау. Ал, боқ, көбелек. Ал, біз шықтық Ташкентке қарай. 120 километр ма? Черняевкаға дейін, шекараға дейін. Ары қарай Ташкент енді. Өзбекстанда оламыз бүгін кешке бұйырса. Кешке емес, тәбеттерде. Как? Ұстат. Иисус ұқсайын ба? Кезінде Шымкент жақтар, оңтүстік Қазақстан жақтары бүкіл қазақтың жиналатын жері болған құрылтайға. Сол кезде хан сайланып жарияланған. Қазығұрт осы жерлер ордабасы. Ал біз келдік ал. Бұл Черняевка. Жібек жол өткізу пойнты. Осылай, мен шекарадан өттім, бірақ жаңалық естіліп жатыр. Жаңа митингтер болды ғой Қарақалпақстанда. Сол кезде шекараны жауып тастаған дейді. Сондай өсек бар. Қазір бауырым біліп жатыр. Бауырым көмектесіп жатыр жігіттер. Құстағы ағасы ма, досы ма, танысы ма, содан біліп жатыр, күтеміз, хабарын айтамыз. A few moments later. Иә, бар дейді, ашық дейді. Күні кеше ашылған дейді. Күні кеше? Өтте оғаш. Окей, менің жолым болып тұр демек. Жігіттер аман болсын. Такир, Шахзод, көмектесіп жүрді, аман жүрсін. Эмоционалды, кәдімгідей не болды? Әткеншек болды ғой маған құсын. Соус, картоп пен самса. Камиляка. Не деген соус екен білмеймін, бірақ дәмі деген. Қадан жаңа Камил маған 25 мың сом берді. Ше тамақ берді. Бір түрлі алмайын десем, жоқ, ал мейлі, ал дейді. I don't know, бір түрлі басқа біреуден ақша алған. Мен қазір менде жұмыс қой. Ағылшын мұғалім болып істей беремін да, онлайн. Шекаралық нүктесіндегі осындай күту залында орналаса салғам ғой. И күтіп отырмын да жаңа жерде кофе ішіп, и бір ағай маған мындайда алып берді, 2 бутылка су. Қаяққа баратсың, саяхатшысың ба, мынау деп. Жоспарым туралы ештеңе айтқан жоқпын. Сонда да алып берді. Қандай мейірімді өзбек адамдар, шынымды айтсам бар ғой. Осы маған кездескен адамдар жалпы. Білмеймін. Бір түрлі андай қабылдай алмаймын бар ғой, нелерді, сыйлықтарды, адамдардың зат бергендерін. Видеоға түсіре алмай қалдым, бірақ маған жедел жәрдем шақыртты, скорый дейма. Бір жігіт келіп укол салып кетті жан басыма. Өйткені арқам жаман ауырып жатыр. Мынаны босат дейді, мынау тым ауыр дейді. Білмеймін не босататынымды. Менің түсініп атқаным қазір жаман ыстық қазір. +30 ба сондай.
бірақ әр қалам сайын, әрбір қадам сайын, әр басқан сайын алға қарай әр күн ыстығырақ болайын деп жатыр. Әр күн сайын ыстығырақ. Содан шошып жатырмын. Қазіргі ыстыққа әрең шыдап жатқан кезде мен қалай мысалы Сауди Арабияға барсам да, ол дейтін кәдімгідей шөл ғой, құммен, құмға толы, дым, өсімдік ештеңе жоқ. Бұндай ыстықта өлуге де болады. Қара, камераға қара. Сәлем де. Ал халайық таңғы 8-де Шымкенттен шығып, кешкі 4:30-да Ташкентке келдім. Мінекей. Ұзақ сапар болды осы жол. Жұмысым қосылғанда қабаттасып, тіпті қиын болып кетті метролары. Мінекей, мен көлеңкеде жүрмін да. Мен ойлап жатырмын. Сонда да ыстық. Мына күнді айтам бар ғой. This shit gave life to us. This shit is gonna kill us. Ташкент телемұнарасы. Қалайық, тамақ ішетін уақыт. Әлбетте, қайда болсаң да Африкада мекенде Прохинкали деген жер. Check it out. Ал менің хинкалилерім келді. Жеп көрейік. These are the best hinkali I've ever eaten. And I'm a vegetarian. This is good, man. Wow. Sirmen, қызанақпен, хинкали. Әншейінде жегенде маңнамайды. Бірақ мыналар базар жоқ. Хачапури, по-аджарски, прохинкалида. Ал жеп көрейік ал. Мен хачапуриді білесіздер ме қалай жеймін?